أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Құрайш сүресі. Бұл сүре Алла Тағаланың меккеліктерге берген нығметтері жайлы әңгімелейді. Меккеліктер сауда-саттық мақсатымен екі жаққа, қыста Йеменге, ал жазда Шам өлкесіне сапар шегетін. Алла Тағала Құрайшқа берген нығметтерінің ең үлкені екеу. Олар тыныштық пен тұрақтылық және молшылық пен жеңілдік еді. Алла Тағала Құрайш сүресінің 1 және 2 аяттарында былай деген екен: Құрайштың бейбітшілігі ғажайып іс. Олардың қысқы және жазғы сапарларындағы қауіпсіздігі ғажайып. Яғни, бейбітшіліктің арқасында Алла Тағала қыста Йеменге, ал жазда Шамға сауда-саттық сапарын оңайлатты. Олар сауда жасап, азық-түлік пен киім-кешек алып келетін. Барғанда да, қайтқанда да олжалы оралатын. Олардың жолы қатерсіз, ешкім оларға жамандық ойламайтын. Себебі араптың басқарулары Құрайш жайлы былай деген екен: олар Алла Тағаланың көршісі, қасиетті жер тұрғындары. Олар Алла Тағаланың жұрты, өйткені Қағбаның иелері. Оларға зиян тигізбеңдер, зәбір көрсетпеңдер. Алла Тағала піл иелерін жойған соң, меккеліктерге деген құрмет артты. Патшалар мен әмірлердің Құрайшқа деген құрметі өсті. Меккеліктердің саудасы да, пайдасы да еселене түсті. Сондықтан Құранда Құрайшқа осы берілген нығмет туралы айтылуда. Оларға Алла Тағаланың бұл нығметтерін еске алып, жаратушыны бір деп білуге және оған шүкіршілік етуге шақыруда. Бұл сүренің 3 аятында: ендеше олар осы үйдің, яғни Қағбаның иесіне құлшылық етсін делінген. Демек, тек өздеріңе ғана тиесілі етілген осы нығметтерге шүкіршілік ретінде Раббыларыңа құлшылық етіңдер деген сөз. Тәпсіршілер Алла Тағаланың берген басқа нығметтері үшін құлшылық етпесе де, ашықты айқын нығметі болған осы қауіпсіз екі сауда сапары үшін құлшылық етсін. Өйткені меккеліктер жерінде егін шықпайтын, малы аз халық деп тәпсірлеген. Сүренің соңғы 4 аятында былай делінген: қатты аштықтан соң тамақтандырған және қатты қауіптен соң тыныштық берген Аллаға құлшылық етсін. Демек, Мекке халқы сауда сапарында және өз қалаларында да тыныштық пен қауіпсіздікте күн кешті. Құранда Мекке халқы маңындағы адамдар ұрланып, тоналып жатқанда, Меккені ардақты және бейбіт орын еткенімізді
көрмеді ме? Сондай-ақ, Раббым, бұны бір тыныш қала қыла көр, әр түрлі өнімдермен ризықтандыр деген тілек жасаған аталары Ибрахимнің, оған Алланың сәлемі болсын, дұғасының берекетімен. Құрайшқа ұлық Аллаға ғана құлшылық ету парыз емес пе? Ол меккеліктерге қорек беріп, қауіпті заманда тұрақтылық берген жаратушы емес пе? Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Мағун сүресі. Мағун Меккеде түскен сүре. Бұл сүреде қысқаша екі түрлі топ жайлы әңгімеленген. Олар, біріншісі, Алла тағала нығметін мойындамаушы кәпірлер. Олар, қиямет күні болатын есеп қисапты жалған деушілер. Екінші, жасаған амалында Алла тағала ризашылығын ниет етпеуші екі жүзді мұнафиқтар. Олар әрбір амалын, тіпті намазын көз бояушылықпен жасайды. Бірінші топ, Алла тағала олардың қор мінездерін айтқан. Олар жетімге еш нәрсе бермей, жоқ деген жауабын сыпайы айтпай, дөрекілік көрсетеді. Олар жақсылық жасамайды. Тіпті міскін кедейлерге жақсылық жасаңдар деп айтуға тілдері бұралмайды. Өздері Раббыларына құлшылық етуді жарытпағаны сияқты, пенделерге де жақсылық етуді білмейді. Екінші топ, екі жүзділер. Намазға шынайы емес. Олар намазды өз уақытында орындамайды. Екі жүзділер намазды тек сұлба болып сурет түрінде оқып, бірақ мән мағынасына көңіл бөлмейді. Мұнафықтар құлшылықты көз бояушылықпен жасайды. Сүреде осы екі топқа азап бары ескертілуде. Мағун сүресінің бірінші аятында Алла тағала былай деген екен: сен есеп күнін, қайта тірілуді жоққа санаушыны көрдің бе? Демек, Мұхаммед, ақыретте Алла тағала құзырындағы есеп қисапты өтірік дейтіндерді көрдің бе? Олардың кім екенін және олардың белгілері қандай екенін біле алдың ба деген сөз. Ал екінші аятында: міне, ол жетімді қақпайлайды делінген. Яғни, олар жетімді өте қаталдықпен және дөрекілікпен бетін қайтарушы. Жетімді басынатын және зәбір көрсетіп ақысын бермейтіндер. Сүренің үшінші аятында Алла тағала
кедей кепшікті тамақтандыруға ынталандырмайды дейді. Яғни, олар бір-бірін кедей кепшікке тамақ беруге ешбір үндемейді. Әбу Хайян аяттағы қызықтырмайды деген сөз, олардың шамасы келсе де, кедейге тамақ бермейтіндігін көрсетеді дейді. Өйткені сараңдығы әрі қаттылығы себепті кедейді тамақтандыруға басқаны ынталандырмайды. Демек, өзі кедейге тіпті тамақ бермейді деген сөз. Жетімнің ақысын жеген залым өз қаражатынан еш уақытта кедейлерді тамақтандырмайды. Келесі аятында намаз оқушыларға нендей қасірет делінген. Демек, 200-ді жаман мінезді намаз оқушылар құрысын деген сөз. Ал 5-ші аятында олар намаздарына немқұрайлы делінген. Яғни, олар намаздың уақытын ұмытып кететіндер, немқұрайлық танытып, намаз уақытын кешіктіретіндер. Ибн Аббас, оған Алла разы болсын, ол намаз оқыса сауабын үміт етпейтін, намазын тастаса жазадан қорықпайтын намазхан деген екен. Ал Әбу Алия намазды өз уақытында оқымайтын және рүкух пен сәждесін толыққанды орындамайтын намаз оқушылар деген. Сүренің 6-шы аятында олар амалдарын басқаларға көрсету үшін жасайды делінген. Яғни, олар жұрт ізге екен деп ойлау үшін намазын адамдардың көзінше оқитын, тақуа екен деу үшін қорқып тұрғандай, жомарт десін деп садақа беретін адамдар. Барлық ізгі амалды мақтан және абырой үшін істейтіндер. Ал соңғы 7-ші аятында сондай-ақ олар тұтыну заттарын бермейді дейді. Яғни, олар адамдарға тіпті ине, балта, қазан, тұз, су және тағы басқа аса бағалы емес күнделікті тұтынатын заттарды беруге де сараңдық жасайды. Бұл сараңдықтың шегі. Тым сараңдық кісінің адамгершілігіне сын.